Ақшам шәріфлеріңіз қайырлы олсын, азиз телесерджилер, Милли телеканалында хаберлер информацион программасы тақдым етіле. Студияда мен Алиме Кайбулаева çalışам. Пешімдікі сатқа бойле малюмат әнді азыр. Февраль айының соңында Жұма жемінің құрыжылық ішлері башланacak. Ахмечет районының Ярылғач койынде толы олмаған айлелерге байрам тешкіл еттілер. Ахмечет районының Мамут Султан койынде район жура күні кечерілді. Бұл ведігер малюмат бізім яйнымызда. Владимир Путин ве Дональд Трамп телефон басталы терроризм или курешны Сурезы детіні ве Украинадаки вазетіні музакер еттілер. Субет музбет йөнелішті кечті, деп хабер ете Кремльнің матбуат қызметі. Девлет елбашчыларының бұл конушывы Дональд Трампның инаугурациясындан берлі бірінші олды. Русия президенті оз Американ сенатдашыны яңы ішнен хайырлады. Президентлер екі тарафлама мұнасебетлерінің эсас суалері бойынша фікірлері иле пайлаштылар. Олар тең ұқуқлар шекілінде Русия Америка мұнасебетлеріні стабилештірмек ве инкишаф етмек йөнелішінде çalışмаға аңлаштылар. Америка Қошма Штатларының президенті Американ халқы Русияге ве Русиялерге яқшы баққаныны білдірді. Владимир Путин оз невбетінде қайдетті ки, Русияде америкалыларға айны мұнасебетте болуналар. Атулар нәтижесінде Канаданың Квебек-Шер жемесінде 6 инсан әлек олды, да 8-ы яраланды. Канаданың премьер-назирі Джастин Трюдо жемедегі атуларны теракт деп атлады. Уджум ақшам намазы вақтында юз берді. О вақыт жемеде тахминен 40 адам болуынайды. Квебек полисінің векілі Кристиан Куломб тариф етті ки, арбижилер 2 инсанны яқаладылар. Бірісі жемеден яқын ерде олған вақыт, екіншісі есе уджум етілген ерден тахминен 20 километр ұзақлықта. Қайдетіле ки, Рамазан айы девамында кечкен сенінің июнь айында жемінің қапылары түбінде домуз башы қалдырылған еді. Енді келечек февраль айының соңында Жұма жемінің құрыжылық ішлері башланacak. Бұқта бүгін Русия Федерациясының мебусы Руслан Бальбек иш хафтасы черчевесінде кечерілген мұшавересінде білдірді. Келечекте Жұма жеми тікленілежек ерде да былтыр мемори бина құрылып башланды. Яқын вақытларда ұсталар жемінің құрылывына кечежеклер. Русия Федерация Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбек бүгін көрішіпде Жұма жеме құрыжылығынен бағыл суаллеріні ачықлады. Бұл тәдбірде Қырым акиметінің векиллері, дин адамлары ве құрыжылар тешкілетларының векиллері иштирак еттілер. Руслан Бальбекнің білдіргеніне көре бөйлек бұл көрішулерінің ярдымынен мұқаддес ерлер құрылывында акимет векиллері ве чешет мусиселерінің азалары арасында муабетлік мұнасебетлері яратыла. Соңыра мебус бұл инсанларнен бірабер құрыжылық объекты еріне ел алды. Анда көрішімнің нәтижелері белгіленді. Работы ведутся с опережением графика производственных работ, также с учетом того, что благотворителями на 2017 год было выделено 1 миллиард рублей, были пересмотрены графики производственных работ и, естественно, сроки по строительству мечети сократились. Қайтетмелі ки Жұма жеменің құрылығы Русия Федерация президенті Владимир Путин незареті алдында болуна. Региональ автодевамында Руслан Бальбек Аллахның эві ерлішежекерге чықышлар везеретлер кечере. Руслан Бальбек білдіргеніне көре ишлер графиктен эвел бежереле. Эменлекнен бұл объект вақытында теслим етілежек демек мүмкін. 4 ЛЭПа будут вынесены за пределы территории строительства соборной мечети. Есть еще ряд технических вопросов по ГПЗУ и так далее, то есть, которые были сегодня обсуждены в рамках совещания. Это технические вопросы, которые остались за администрацией города. Они будут решены до конца недели. Февральнан соңына муфтиятның мемори комплексы ве Мусафирхане бинасының семент ішлері екінленежек. Соңыра есе бутон куч жами құрылығына йоланылыжақ. Бұл ұсталарының ең esas мақсады. Энвер Велиулаев тариф етеке. Лейханы бежерген мусисе яңғын резервуарлар, тоннель, насос станция ве иншаатларнен бағлы ресімлеріні теслим етмек керек. Бұл әрекетлер құрыжылық ішлеріні тезлештірер. Сегодня у нас около 60 человек работает. Объемы сейчас уменьшились по причине того, что основные объемы мы уже закончили. Как только приступим к зданиям и сооружениям, то здесь добавится еще 40 человек. То есть ожидаем около 100 человек. Поэтому этого будет достаточно, чтобы с опережением выполнять те поставленные задачи
которые сегодня были озвучены. Кайт этмелеке жаминын куручулук ишлери 2016 сенесі апрель айында яныдан башланды. Лейхага бинайын жума жамесі 2 бөлөктен ибарет олажак. Бу эсас бинасы, onun колемі 37 метрге 37 метр. Куббесі исе 28 метрні тешкил этежек. Ички азбарда колонналар ве абдесхане олажак. Мукаддес ерні 4 минаре яраштырajak. Onun эрбірі 50 метр yüksекlikte olacak. Allah'ın evi 5000'den ziyade musulmanlarını sığdıra bilecek ve Kırım'ın en büyük camisi olacak. Sabriye Halilaeva, Dmitri Nizavoy, Millet üçün. Херсон вилаятында Кырым татарларының Украин диаспорасы Кырым ватандашларының ишбірлік доғыртмаға істей. Чүнки олар реабилиштыру ве иштимай абаданлашу суалерінде музбет деңішмелеріні көрелер, деп хабар етті Девлет Милетлер ара комитетінің рейсі Заур Смирнов. Оның сөзлеріне көре Кырым татарлар Украин акимиетінден адлеви ве сессии реабилиштыруына көрмелері шубелі. Кеченлері Херсон вилаятында меджлис азалары ерлі сәкенлерінен көріштілер. Көрішув кетішатында ватандашларымыз Кырымдан туған тілімізде матбуатны язып алмаға істеклеріні ифаде еттілер. Бұндан ғайры Кырым татарлар евмескен қызметлеріне, тарифлер палыжа етілмесіне низбеттен мемнуниетсізлік білдірділер. Топланғанларны да бір суал мерақландыра. Не үшін Украинада Кырым татарлар Кырымның тамыр халқы деп танылу вақында қанун ойледе қабыл етілгені жоқ. Кырым мұсылманлар дини идаресінде дини ербаплары ве жемилерінің имамлары иле көрішіп олып кечті. Оның кетішатында Кырым мұсылманларының бірлігіне тесір еткен Перусияде ясақ олынған дини тешкилатларының фаалиетлері ақында сөз үрсетілді. Бұндан да ғайры параллель муфтиятлар ве чешет провокациялар бойынша да музакерелер олды. Мисал оларақ, кечкен сене бұтын Кырым мұсылманлары ораза байрамыны июль 5 күні қайдете еділер. Ama bazıları iyul 6'sında kaydetmege çağıraydılar. Tügerek masa iştirakçıları kaydettiler ki, yasak olunған teşkilatlarının faaliyeti Kırım elini yaramay hareketlerine çağıra. 28 yıl evvel Sovet orduları Afganistan'dan çıkarılğanına bağışlanған matbuat konferensiya Akmejit'te olup geçti. Askerlerinin hayatı hakkında, harbi vatanperverlik işi hakkında ve bu bayram Kırım'dan nasıl kaydedilecek hakkında bizim levhamızda. Fevral 15 күні бүтін мемлекетімізде Совет ордуларға Афганистан территориясындан чықарылуы қайдетілі. Кырым ярымадасы да истисна olmadı. Афганистанда yüz берген жен конбинден зейде Совет аскерлерінің жаныны алып кетті. О фажиалы вақияларда 5000 зейде Кырым аскерлері де иштирак етті. Олардан 169 инсан илак oldu. Қалғанларından çoğusu сақат қалдылар. Афганистан ведегер женг ветеранларының бірлешкен Кырым тешкилатының рейсі Сергей Тарасовның білдіргеніне көре, бұл вақия Кырымда да танtanалы сүретте кечірілежек. 15 февраля празднуем, как всегда, день в день. Это, несмотря на то, что это будет среда, рабочий день, это все равно будет возложение цветов на памятнике в 10 часов начала. Потом мы переходим в Государственный академический театр на площадь Ленина. Будет торжественная часть и будет концерт. И хочу сказать, что ребята по местам, по районам, по городам тоже организовывают мероприятия, празднования Дня памяти россиян, которые исполняли свой интернациональный долг за пределами Российской Федерации. Бүгінгі күндегі Арымада территориясында Афганистан женкінде иштирак еткен 6000-ге қадар инсан yaşamakta. Оларның арасында Кезлев Сакины, Афганистанда уруш әрекетлерінің ветераны ихтихбаратлы ватандашымыз Самир Асанов. О 1986 сенеден башлап 1988 сенегече 173-ші махсус отрядында Кандагар шерінде хизмет етті. Уруш әрекетлерді иштирак еткені үшін 2 қызыл йылдыз ве жесурлік үшін 2 ордер ile тақдирленген еді. Первый орден Красной Звезды я получил за участие в захвате самого крупного каравана за всю историю десятилетней войны в Афганистане. Второй орден Красной Звезды, он очень кровавый, то есть это когда группа из 40 человек попала в засаду, где погибло, где нами было уничтожено более 300 душманов. Женк әрекеті кетішатында Самир Асанов башқа аскерлер кебі яшайыш түлкелерге раст келді. Достарының топлашқанда женк ақында сөз үрсетмегдей о. Кележек ақында барышық, аман әселік ақында түшінелер. Но о тех событиях говорить очень тяжело. Но если говорить кратко то, что мы там делали, я думаю, что каждый ветеран афганской войны скажет, что он выполнял свой воинский долг по охране южных рубежей нашей могучей Родины.
Шымды Самир Асанов Русия или Афганистан ветеранлары бірлігі адлы Қырым региональ тешкілятының бірінші рейс муавины ола. О тешкілят ярым ададан насыл ішлер алып барғаны ақта тариф етті. Мы во всех организациях принимаем участие. Это и День Республики Крым, и 9 мая, и 15 февраля, и освобождение Крыма, то есть 13 апреля. Во всех мероприятиях очень активное участие принимает наша организация. Матбуат конференция кеті шатында белли олды ки Ахмежетте яны абиде текленecek. О Афганистанда элек олған Қырым аскерлеріне бағышланacak. Сергей Тарасов айтқанына көре, bu мемориал Совет аскерлері Афганистандан 30 ел эвел чықарылғана бағышланacak. София Шукурова, Султан Емеджит, Ибраим Ганиев, Миллет үшін. Бүгін Қырым Жумхуриет Вяхяр бойынша федераль қавсызлық идаресінің тақиқат бөлігі Илми Умеровға 280-нji мадденің бірінші қысымы, яғни Русия Федерациясының территориаль бүтінлігіні бұзылуына доғыртылған әрекетлерге чағырулар бойынша қабатлайлар. Бұқта идаренің матбуат қызметі хабер ете. Илми Умеров қарарнен таныш олды, ама малюмат беруден ред етті. Қырым Жемиет палатасы шурасының топлашуы олып кечті. Оның кетішатында бір sıra суалер музакире етілді. Шу жүмледен физик шахысларындан ве иш адамларының мал-мулька апске алынуы. Украина банкларында эманеті олған инсанларының Химае фондының махкеме приставлар федераль қызметінің талаплары. Темин етілуде эмде арби қызмет ветеранларының меселелері музакире етілді. Бұндан ғайрақ Меджет районының Ағач әлі, Бұлғанақ Бадрақ, Бұлғанақ көйлерінде яшаған инсанларының карьер ақында мұражатлары бақылды. Январьның 29 күні итальянлар Қырымдан сүргін етілгеннің 75-ші елығына бағышланған мерасимлер Керич шәрінде олып кечті. Сүргінліктің бірінші далғасы айны бұл күні, сонра есе 1942 сенесі февраль 8 ве 10 күнлерінде олып кечкен әділер. НКВД хадимлерінің еміріне бинайын Кериштеки итальянлар қоранталары Қазақстанға сүргін етілді. Оларның сайысы ярым бинге яқын еді. Мевзуныш София Шукурова девам ете. Мерасимнің ресми қысмы китапханеде башланды. Анда итальянларының Черкио адлы жематы топланды. Сүргінлікні көрген инсанлар бұ дешетли фаджианен бағлы қатырлавларнен пайлаштылар. О вақытлары Наталья де Мартино 6 яшында еді. Сүргін етілген арасында зарар көрмеген халқлар олмады. Амайын зәйді сайысы аз олған медетлер зорлықлар чектілер. Веттек ен қысметлі инсанлар өз топрақларына қайтып олдылар. 28 января. Қышның ән суық күлерінде бізім халқымызның ярысы анда яраланған хаста харт ве яш итальянларны бірінші гемеге юклеп Қазақстан чөллерге йоладылар. Амма денізде геми бақып қалды. Башқалары башқа гемелерден сүргін етілділер. Бір айдан зияде чөллерден Қазақстана кеттік. Анда да чоқ чекіштік. Бүгінгі күнде Кереч шерінде итальянлар жеметі ән фааллерден бірідір. Могли сделать за короткое время то, чего мы не смогли сделать. Олар пек фаал қысқа мүддет içinde президентнен көрішіп реабилитация висихаларны талап еттілер. Шымды бұл халық Қырым татарлар, юнанлар, ермен халқлар кібі реабилитирленген сырасына көре. Sonra итальянлар Черкио жеметі денізге yol aldı. Çünkü bu halk aynı denizden sürgün etilgen edi. Anda olar denizge çiçekler yolladılar. İtalyanlar cemiyeti prezident grantını kazanған şehirde yekene cemiyettir. Grant paralarına Kırım İtalyanları onların takdiri ve tarixi hakkında kitap çıkaracaklar. Bu kitapta итальянларның сүргінлігі насыл олып кечкені бұтын весиқалар, хатырлавлар, репрессиялар ве умуми Қырым итальянларның тарихы. Китапны язғанда яңы ве яңы мәліматлар пейда олды. Бізім халқының векілері Қазақстан ве Челябинск архивлерде çalışып мәлімат топладылар. Китап бек мерақлы олды. Оның тақдымнамесі 2 аптадан сон бекленілі. Матем күні итальянлар жемиетіне қол тұтмақ үшін Devlet Milletler Комитетінің векілері де келділер. Сегодня траурное событие, День депортации. Бүгін итальянлар халқы үшін пек фажалы күн. Бізім білгімізге көре Қырымда бұ аз сайылған халық, ама земаневи Қырымда о мұйымдыр. Оларға қол тұтмақ үшін, өлгенлерінің хатыраларını анмақ үшін бүгін біз мұнда. Böyle вақиялар іч бір вақыт текрарланмамақ керек. 2 yıl evvelsi Кереч Демирел вокзалының янында текленген абиденің таблочығы яндыланған еді. Анда Қырымдан сүргін етілген башқа халқлармен берабер итальянлар да керсетілді. Бүгінгі күнде Керечте тахминен 500-ге яқын итальянлар яшайлар. София Шукурова, Алишер Ралимов, Миллет үшін. Нақлие yol қазасы түневін саат 17-де Ақмежет Кефе yolының 84-ші километрінде олып кечті.
Полис хадимлерінің фікіріне көре Киорио автомобильінің айдавчысы тайғалақ олғаны себебінден машинаны идаре етіп оламады. Нәтижеде yol четіне чықып, анда терекнен чатышма олып кечті. Қазада кімсе зарарланғаны жоқ, ама айдавчы аяқ әзіклерінен хастаханеге yollanылды. Булюр қыры мұсылманлар қадынларының жемиет бірлешмесі ишлер yapmağa devam етелер. Bu sefer musulmanlar ile Korşuv Ахмечит районының Ярылғач көйінде олып кечті. Ерлі жемиде толы olmagan ailелер топландылар. Олар үшін махсус программа азырланды. Bu haqda bizim nevbeti kelevxamızda. Kadimi devirlerden beri ey işler yapmak musulmanlar için ayrılmaz kısımdır. Yarılğaç köyünde de bu fikirden yaşaylar. Yerli cemide yardımga muhtaç olganlar toplandı. Bu tolu olmagan korantalar, bu anasız, babasız ya da kimsesi olmagan oksuz balalardır. Ахмечит rayonunun imamı Lüman Abduramanov'ның айтқанына көре, muhtaçlarga yardım elini uzatmak bu onun borcudur. Qırım Татар olarak mına yaşagan son, özümüzün öksüz ballar olsun, akaylar olmagan apalar olsun, biz onlara yardım etmek gerekmiz, karamak gerekmiz, çarelerini tapıp onlara yardım etmek bizim boynu borcumuz. Onun için bu merasimler her vakit geçip dura, her yılı beraberlikte bu merasimlerini yapmağa hareket ettiğimiz. Yalnız ana babalarga kol tutmak için Bulur musulman kadınlarının cemiyet birleşmesinin iştirakçıları da keldiler. Onlar birkaç meraklı çıkışlar hazırladılar. Bu yükler için seminer geçirildi. Onun ketişatında istegenler oz meseleleri hakkında tarif edip, onlarını rahatsızlagan meselelerinden paylaşabildiler. Ballar için ise inkişaf ettirince oyunlar geçirildi. Onların ketişatında ballar bir-birinden tanış oldular. Ceminin binasında şenlik, kuvanç ve yaxşı keyif muhiti hukum sürdü. Medine Ramazanova kaydete ki Bulur birleşmesinin vazifesi böyle aileler. Ayrıca ballar yalnız olganlarını duydurmamak. Böyle oyunlar ise keyif көтермеге ve bazı vakitka problemalarını unutmağa yardım etti. Подарить ребенку праздник благодаря вот раз. Biz böyle oyunlar yardımının balalarga bir bayram yaratmak isteyimiz. Onlar da bala olganını hissetmek gerekler. Şenlenip kuvanıp yaşamağa gerekler. Bizim maksadımız böyle. Pervasız kalmagan insanlar tolu olmagan ailelerge bakşışlar hazırladılar. Aşayt mahsulatlar ve balalar için kalemler, defterler ve ilahri. Böyle yardımını 19 koranta elde etti. Хочу выразить огромную благодарность. Men cemaatga öz teşekkürlerimi bildireyim. Onlar bizge çok yardım ettiler. Biz hem iş adamlarına hem de insanlarga müracaat ettik. Böylelikle para topladık. Bazıları aşayt mahsulatlarının verdi. Yetmegeni para koşulup böyle bakşışlar hazırladık. Cemaat erbapları da bu işte faal iştirak ettiler. Onlardan birisi Emir Arabski. O böyle hayriye merasimlerinin teşkil edilmesine her vakit yardım etti. Такие мероприятия у нас проводятся. Böyle tedbirler bizde yılda bir kere ötkürülüyor ama biz rayon imamı ile her vakit yardımga muhtaç olgan ailelerini kol tutamız. Yılda 2 kere onlarga yapısı gerekli aşayit mahsulatlarını satın alamız. Gösterilgen yardımga ana babalar büyük kıymet kestiler. Onlar böyle bayram teşkilatçılarına büyük teşekkürlerini bildiriyorlar. Babası yok, anası var. Anası Simferopol'da işte. Bu bir yılımda bu günün yıkılışı mesela için bir kuvançlı. Niçin degende o ballar действительно onday şeyge bek mutlular. Onlar kuandılar, oynadılar. Я довольна душой, сердцем, что Balalar kuvangan, oynaganlarına pek memnunum. Böyle tedbirler teşkil etkenleri için çok sağ olsunlar. Böyle tedbirler daha çok olsun. Gelecek Hayriye Bayramını Bulur Musulman Cemiyet Birleşmesi ve Kırım Musulmanlarının dini idaresi Cankoy şehrinde teşkil edecekler. Alime Kaybulayeva, Asan Zivadinov, Millet için. Bugün Ахмечит rayonunun Mahmut Sultan köyünde rayon şura kunu geçirildi. Rayon şura kunları muntazam surette ameli ve usuliyet yardımını göstermek, hem de meselelerini belgilemek maksadıyla geçirili. Tafsilatlar ile Sultaniye Istakayeva. İş ziyareti 92 yaşlı Nikolay Хмелюк'нің evini ziyaret etuvden başlandı. Nikolay Хмелюк Ахмечит rayon şurasının acele bağına şikayetinin müracaat etti. Şimdi onun evine ışık geçirdiler, odun ve komur satın aldılar. Telefonum bir yıl çalışmadı, endi çalışa. Evim kızdı. Bana yardım göstergenleri için men pek kuvandım.
Барылған невбеттеки объект Шумхай көйінде мектеп құрылаятқан ер олды. Мында 800 талебе тасил алacak. Эпысы ішлер график бойынша алып барылы. Планларға көре бұл объект құручылығы 2018 сененің декабрь айында бұтынды екіндейджек. На данных участках здесь будет находиться две. Бу дамарталарда эки волейбол, баскетбол, спорт мейданлары улажақ, футбол мейданы мектеп артында ерлешежек. Шумхай көйінде фельдшер банай ноқтасы да зиярет етілді. Фельдшер Айша Алиева білдірді ки, бұл ерде çalışmak үшін шарайит yok. Тек 2 ел эвелсі пенжерелер ве кырыш қапысы денештірілген еді. Условия температуры вы видели, что у нас еле-еле набегает 8 градусов. Ава әрәреті 8 дәрежеге қадар ола. Күн девамында қыздырғы чілік құлланамыз. 2014 сене пенжерелеріні ве қапыны денештірділер. Күзде есе таваны денештірділер. Ахмеджит район шурасының рейсі Михаил Макеев қайдетті ки Ахмеджит район президиумның топлашывында яқын мүддет девамында бұл меселенің чезов yolları бақылajak. Я думаю, мы совместно найдем механизм решения. Мен белесем бу меселе чезув yollarını тапарық. Böyle şaraitlerde tebi yardım almaq mümkün değil. Bundan son memurlar yataqhanege yol aldılar. Keçenlері анда дам тамир етілді. Amma sakinler memnuniyetsizlik bildirdiler. Dilara Dragunova bu yataqhanede 25 yıldan beri yaşay. Ayta ki tamirden son bütün kış damdan su aktı. Рабочие с фирмы с нами никто не разговаривал. Ширкетнің иш адамлары бізден бір вақытта конушмадылар. Біз іштен келген соң қапыларны, пенжерелеріні денештіргенлер. Бізден бір шей сорамадылар. Дымлылықлардан мен өз балаларымны көйге алып бардым. Бүгінгі күнгече олар ятақханеге келмеділер. Ахмеджит район шурасының рейсі Михаил Макеев хабер етті ки, ятақхане тамир ішлерінде мұқтач еді. Шымдықы вақытта бұл вазиет назарет алтында. Ве егер бозовлар тапылса, құручылар бұл хаталарны yok edecek. Погодные условия, когда была снята крыша, да, Дам алынған сон ава шарайтлары себебінден дамы бірден ерлештірмеге чаре olmadı. Шу себептен сув ақып башлады, ama ерлештірілген дам яны. Шымды bu vaziyet nazaretке алынды. Бозуглар тапылса, құржылар оларны yok edecekler. İş ziyaretleri devam edecek. Nevbetteki çıkış endi yarın Sarabuz kasabasında olup geçecek. Sultaniyesi Takayeva, Edem İsmailov, Millet için. Кызылташ футбол тақымы Арена Крым стадионында Кезлевнің тақымы иле бірінші сефер ойын көршуыны кечірді. Бұл ойын Қырым футбол бірлігінің ачық қыш купына азырлық черчевесінде кечірілді. Екі тақым оз күчлі ойыншылары иле мейдандаки сейіржілерге яңы бір дойғылар тақдым еттілер. Матчны мұхберіміз Диляра Шевкетова көзетті. Арена Крым Кезлев стадионында салқын қыш күні кечірілген эки тақымның көрішуі мерахы олды. Юхары лигада иштирак еткен Евпатория адлы хүветлі футбол тақымы ве биринчи лигада ойнаған севімлі Қызылташ тақымымыз Кезлевде мұсафир оларақ арқадашлық матчында ойнадылар. Футбол сейіржілері ойын қапылар янында қорқынышқыл саниелер, ойынның мерахы кетишаты, топ ұрывлары, бұлар епісі сейіржілерінің кергенлікте туттылар. Футбол клубындан сон мұхлислер де келділер. Қызғын футбол авескерлары бүтін матч девамында Қызылташ тақымына қол тұттылар. Мы сегодня организовали фан-клуб. Біз бүгін фан-клубны тешкіл еттік. Бұл ойынға келдік, үміт етеміз ки, ойын парлақ шекілде кечежек. Біз енді оның ойлы олғанını көреміз. Буквально 2 недели назад познакомились. 2 hafta evvelsi biz Kızıltaş takımı ile tanış olduk. Bundan evvelsi biz hokey seyreteydik. Endi ise men de futbol aveskeri oldum. Soğuk havaga bakmadan ailemizin genç azaları ile geldik. Arkadaşlarımızga Kızıltaş takımga kol tutmak için. Люди, которые вдохновили. Bu Kırım Tatar futbol takımının ilhamcıları bugün yaxşı bir neticeler gösteriler. Bu takımda benim oğlum da oynay. O kapı bekçisi. Biz bütün хорандамызден мұхлис олдық. Арқадаш матчы бұйық репетиция ки болды. Эки тақым тәтсілерден чықып, ойын ведманлар кечірелер. Олар яны алышқанлықлар ве ойын схемаларыны огренелер. Бұндан ғайры яны ойыншыларды бақылды. Бұл ақта Қызылташ футбол клубының президенті Альберт Куршутов хабер етті. Надеюсь, что мы получили опыт. Үміт етем ки, біз бұйық тәжірибеге малик олдық. Бұл тәжірибеде ве тақымымыздың профессионал ойыншылар seviyesinde beraberlikte gelecekte Kırım Futbol Birliği'nin açık kış kupu çerçevesinde geçirilgen oyunlarda da yardım eder.
Хайдет Мелике, Кызылташтын баш идманчысы Энвер Сидометов дуйгуу шарайтты бутун оюнну незарет этти. Керген оюнда Кызылташ тахымы Кезлев сакинлерине жол берди. Эсап 0-3 болду. Кезлев ялтадан күчлүү болгонуна бакмадан, биз Кызылташ тахымыбызга келечек оюнларда муафакиятлер тилейбиз. Тамам февралдын 4-ндө саат 15-те Бакчысарай районунун Албат көйүндө Таврия ve Кызылташ тахымлары арасында келечек аркадаш матчы болажак. Футбол авескерлары гүзел бир оюнну сейретмек үчүн давет этилелер. Диляра Шевкетова, Аким Бекиров, Милет үчүн. Тахминен 51% Кырым мезунлары бу йылы екене девлет имтианны тапшырмага карар алдылар. Калган 49% девлет ички имтианны сечтилер. Бу акта Кырым Жумхурiyet тәсил назира Наталья Гончарова тариф этти. Кырымның тәсил ве илим назирлигинде эвел билдирген эдилер. Екене девлет имтианны тапшырмага истегенлернің сайысы артты. Бөлеліктен Кырым талебелері оз күчлеріні сына бақажақлар, эмде али окув юртларына окувга кірмеге истегенлерінің сайысы буюк олғаны да буна себеп ола. Кайдетеміз, кайдетілув ичун 2 күн қалды. Девлет имтианы 25 ноқтада тапшырылажақ. Олар эпсі Роспотребнадзор талапларына ве стандартларына көре донатылған. Бу ерлерде видео көзетув алып барылажақ. Государственная итоговая аттестация для выпускников 2016-2017 года будет проходить по 2 формам. Первая форма – это сдача единого государственного экзамена. Вторая форма – это сдача государственного выпускного экзамена. Ребята, выбравшие форму как ЕГЭ, так и ГВЭ, имеют право и реализовать свое право на поступление в высшие учебные заведения 2017 года. Илянға кечеміз февраль айының үчінде Девлет комитетінің мутехасыслары еді Кую районында адлежі консультациясыны кечірежеклер. Консультация Пушкина 22 соқағында мемуриет бинасының 19 кабинетінде саат 12-де башланacak. Yazılmak için telefon 06-557-4-10-62. Şimdilik bu hepsi malumat olup geçken vakalar hakkında daima haberdar olunuz ve gelecek haberler informasyon programmasını saat 20.30'da Neriman Tersinova ile kaçırmanız. Biz ile olunuz, yarınға kadar sağlıknen kalınız.